Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Мына біздер сайттан ұнаған машинаны қарап жатырмыз. Неше түрлі RAV4 шығып тұр. Қандай түс керек? Мысалы серый цвет, көк цвет, қара цвет, барлықтарын асықпай қарауға болады. Және де объявление қашан салғаны, мысалы 3 дня назад деп шығып тұр. Көріп тұрсаңыздар, жылы 2018 серый цвет. Осы барлық фотоларын қарайсыздар. Фотоға қарасаңыздар, көбіне ешқандай дефект табу қиын, себебі бұлар увеличение жасалмайды. Өздерінің тілінде жазады. Міне Ж-дан басталатын вин кодын жазған, яғни Ж-дан басталса бұл жапонский производство. 4WD, яғни полный привод, типтроник, пробег 37-120 миль деп тұр, километр деп тұр, негізі миль болу керек. Дәл осы вин кодын теріп аласыздар да Google-ға жазасыздар. Бұл RAV4 болғанмен полный комплектация емес, LE комплектация екен. Яғни простой, начинающий, стандартный комплектация деуге болады. Соғылған жері артқы есік және алдыңғы оң жақ есікке де зардабы тиген екен. $18,000 дейді. Бағасы өте қымбат болып тұр. Есіктерін салған, ауыстырған, барлығын көрсетіп тұр. Және Google-ға осы вин кодты тергеннен кейін мұқият қараңыздар, дәл сол вин кодпен шығып тұр ма, немесе кейде ұқсас вин кодтар шыға береді. 52 28 52 28 дәл осы. Америкада сайтта тұр, қай жері қалай соғылған, мысалы міне подушкалар ашылған сияқты. Бұл американ сайттарын үлкейтіп қарауға болады. Carfax деген сайтпен қарауға болады. Және осының ішінде двигатель заводится или нет деп моторын барлығын характеристикасын жазылып тұрады. 21.987 миль, яғни 1-6-ға көбейткенде 35.382 километр деп көрсетіп қойған екен. Бізде 37.000, яғни Грузия келгеннен шамалы жүрген. Данный момент километрін дұрыс көрсетіп қойған екен. Подушкасы водитель жағынан ашылған сияқты. Пассажирмен левой, правойлары пока белгісіз. Производство Япония айтқандағыдай. RAV4 комплектация LE. Полный комплектация емес. Объем 2.5. Алда уақытта болған растаможкасын, өтел первичкелерін айтатын боламын. Ол 2024-тен бастап қымбаттайды, МРП өскен сайын. Және келесі автопапа сайтта Камриді қарап отырмыз, $12,500. Бұны барғаннан кейін сол хозяинмен саудаласуға болады. Олар көп болса $1-2-300 ғана түсуі мүмкін. Өздеріңіздің сөйлесуіңізге қарай. Мүмкін одан да көп түсуі мүмкін. Мына Камриді қарап көрейік. Бұл суреттерде өздерінің биркілер жазылып тұрады. Соны қарау керек міндеттерде. Жаңа тағы да біз бір RAV4-ден қарап жатырмыз, оң жағы ашылған. Міне осы биркіде қарасаңыздар 3.03.18 деп тұр, яғни 18 жылдың мартта шыққан көрсетіп тұрмыз сіздерге. Кейбір машиналар 2019-2020 деп сата береді, ал осы жерде биркіде нағыз шыққан жылы көрсетіліп тұрады. Соған мән беріңіздер. Және қайда шыққан, бұл есікте болады. Водительский жағында. Әр машинада әрбір жерде болуы мүмкін. Бұл енді Toyota'да айтып тұрмын. Миль 108.000 километр деп қойған. Мына жерде 64.000 километрде бұл өтірік қойған негізі. Бұл 64 миль болу керек. Мильді километрге айналдырған кезде 104.218 километр. Яғни сауда болсын, километр пробегі аз деп сатылып кетсін деп, мильді километр деп жазып қойған. Соғанда мән беріңіздер. Миль, яғни ол аз көрсетеді, бірақ километрмен есептеген кезде өте көп шығады. Және басқа да сайттары бар, қарауыңызға болады. Басқа сайттарын ашып. Грузияның сайттарында машинаны әртүрлі қылып жаза беру мүмкін. Жылы 2020-2018 деп. Ал осы вин код арқылы Америкада тұрған сатылған аукциондарында нақты жылдары барлығы жазылып тұрады. Данныйлар машинаға қандай жағдай болған, не себебі.